Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Мен өте қуаныштымын. Және де жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандарға алғысым шексіз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, қуаныш, ынтымақ кіре берсін. Және де Алладан сұраған дұға тілектеріңіз аз уақытта ең көркем түрде және хайырлы түрде қабыл етсін. Бүгінгі тақырып өте керемет тақырып. Барат түні жайлы қозғаймыз. Ол қандай түн, ол түні қандай амалдар жасаймыз, сол жайында тереңірек ақпарат бере кететін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Барат күнәлардан тазарып, оттан құтылуға мүмкіндік беретін, дұғалар қабыл болатын, кері қайтарылмайтын берекелі түн. Барат түні жайында Айша анамыз, оған Алла разы болсын, былай айтқан: пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түннің не түн екенін білесің бе деп сұрады. Мен: Алла және оның елшісі жақсы біледі деп жауап бердім. Сонда ол: оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл Шағбан айының 15-ші түні. Алла тағала бұл түні құлдарына мейіріммен қарайды, кешірім іздеушілерге кешірім береді, кешірім сұраушыларға өзінің мейірімін төгеді, бірақ жүрегінде ашу-ызасы бар кісілерді мейірімсіз қалдырады да, әрі олар зұлымдықтан арылмаса, оларды жарылқамайды да дейді. Сондай-ақ пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Айша анамызға бұл түнде не болатынын білесің бе деді. Айша анамыз, одан Алла разы болсын: уа Алла елшісі, бұл түнде не болады деді. Ол: оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, онда адам балаларының осы жылда туылатыны және осы жылы дүниеден өтетіндері жазылады. Онда олардың амалдары Алланың құзырына көтеріліп, ризықтары пенделеріне түседі деді. Бұл түнде Алла тағала кейбір адамдарды бақытқа кенелтіп, кейбіреуін мейірімінен ұзақтатады. Біреудің дәрежесін көтеріп, біреудікін түсіреді, біреуін сыйлыққа жетелейді, тағы біреуін одан құр қалдырады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 түнді ұйықтамай құлшылықпен өткізген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді. Олар Тәруия, Арапа, Құрбан айт, Ораза айт және Шағбанның 15-ші түндері деген. Бұл түндерді құлшылықпен ояу өткізу мұстақап, сондықтан мұндай істерді жалғыз өткізген жақсырақ. Барат түннің берекесіне қол жеткізу үшін ғалымдар төмендегі істерге мән беруді айтқан. Біріншісі, құптан мен таң намазын жамағат болып оқу. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түні көктердің есіктері ашылады, періштелер мұсылмандарға сүйінші айтады, ғибадатқа шақырады. Барат түнінде көп ғибадат жасаңдар, әйтпесе қияметте өкінесіңдер делінген. Ең алдымен біз парыз намаздарды оқу, сосын сүннет және мұстақап ғибадаттарды орындау арқылы Құдайдың осы бұйрығына құлақ түргеніміз жөн. Ал екінші, құлшылық етуге шамасы келмесе, жоқ дегенде күнә істерден арылу. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл түні мұсылман туысымен байланысын үзгендер, өзін жоғары санағандар және ата-анасына қарсы шыққандар кешірілмейді деген. Ата-ананы құрметтеу, туыстармен хабарласып хал жағдай сұрасу, аурулардың көңілін сұрау, бала-шағаға өнеге болу арқылы да күнәлар кешірілуі мүмкін. Сондай-ақ біз кез келген қастандықтан, арамдықтан, ашудан, мақтаншақтық пен өркөкіректіктен бас тартуымыз қажет. Әйтпесе Алла тағала бізді тазарудан алыстатады. Ал үшіншісі, тәубе ету және истиғфар айтуға көңіл бөліп, түрлі бидғаттардан сақтану. Бұл түні мұсылман адам жыл бойы істеген істерін, өз өмірін бір ойлап көру керек. Егер өзінің іс-әрекеттерінде бір кемшілік бар екенін байқаса, Құдайдан кешірім сұрап, оны тез түзетуге тырысу керек. Егер біреуді ренжіткен немесе біреуден араз болса, бір-бірінен кешірім сұрап, бауырлар секілді достасуы керек. Егер біреуден қарыз алып, себепсіз қайтармай жүрген болса, дереу қарызын қайтару жолдарын қарастыру керек. Қайтсе де жаратқан иемізге тәубе етіп, тура жолға түсуіміз қажет.
Төртінші, өзі және мұсылман үмметі үшін хайырлы дұғалар жасау. Дұға ғибадаттың мәйегі. Алла тағала пендесіне әрдайым дұға жасауды бұйырады. Осы түні дұғалардың қабыл болуы әбден мүмкін. Ендеше әрбір мұсылман бұл түнді бағалай білуі керек. Бұл түні мүміннің жүрегінде өзге адамдарға деген ашу ызасы болмауы қажет. Өзгелерді кешіріп, оларға жақсылық тілеуі тиіс. Ал бесінші, шамасына қарай зікір айтып, нәпіл намазын оқу және Құран оқу. Бұл түнді зікірге арнаған өте жақсы. Әсіресе пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауат айту. Тахаджуд немесе басқа да нәпіл намаздарды оқу құпталады. Нәпіл намаз жамағатпен оқылмайды, әркім өзі жеке оқиды. Ал Құран оқу осы түні атқарылар пайдалы құлшылықтың түріне жатады. Мүмкіндік болса, Шағбан айының 15-ші түні ораза тұту. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деген: Шағбан айының жартысы толған түнді құлшылықпен өткізіңдер. Күндіз ораза ұстаңдар, өйткені Алла тағала күн ұясына батқан шақта кешірім тілеуші бар ма кешірейін, ризық сұраушы бар ма ризық берейін, ауру сұрқауға ұшыраған бар ма шипасын берейін деп таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді. Бұл күні ораза тұту мұстақап. Ораза ұстамаған адам күнәһар болмайды. Бұл қасиетті түнде орындаған барша құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді Алла қабыл еткей, барша күнәмізден тазартып, Рамазан айына аман есен жеткізгей. Әмин.